Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода строфи пай бәлішін дайындаймыз. Сондай жеп-жеңіл, ауызда еритін жидекті бәліш. Бисмиллах деп бастайық. Ең алдымен жидекті салмамызды дайындап, суытып қоюымыз керек. 300 грамм жидекке 1 ас қасық толтырып қант саламын. 1 ас қасық толтырып жүгері крахмалын саламын. Араластырамын. Қантын көбірек салуға да болады. Ыдысымызды орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткіземіз. Қайнаған соң ең баяу отқа қойып, әрдайым араластыра отырып, 2-3 минут отта ұстаймыз. Біздің массамыз қоюланады. Кейін басқа ыдысқа орналастырып суытамыз. Бәлішіміздің қамыры дайын болғанша біздің салмамыз суып дайын болып тұрады. Қамыры үшін мен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне 10 грамм қамыр қопсытқыш қосуымыз керек. Қарапайым таразылар аз граммдарды дұрыс өлшемейді, сондықтан таразыны обнулять етпей, сол жерде тұрған санға 10 грамм қосып есептегеніңіз дұрыс болады. Кейбір қопсытқыштар түйіршік болып тұрады, олай болса електен өткізіп қосыңыз. Он мен қопсытқышты мұқият араластырамыз. Келесі кезекте тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды ірі үккіштен өткіземіз. Яғни бәлішіміздің песочный үгітіліп тұратын қамырын дайындаймыз. Үккіштен өткізу барысында майды ұнға аунатып отыру қажет. Енді ұн мен майды қолымызбен өзара үйкелеп крошка жасаймыз. Осындай сап-сары әдемі крошка шығады. Енді сұйықтығымызды дайындаймыз. Бір ыдысқа қантымызды, 2 сарыуызымызды, сұйық майымызды қосып, шанышқымен мұқият араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды крошкамыздың үстінен қосып, қамырымызды біріктіреміз. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, қамыр біріксе жеткілікті. Қамырды тым ұзақ илеп жіберсеңіз, құрамындағы майлары еріп, үгітілмелі құрылымы жоғалып, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қолымызбен сұйықтықты біркелкі етіп таратып, жай ғана біріктіреміз. Бұл қамыр әмбебап, үгітілмелі қамыр көптеген бәліштерге қолдануға болады. Мысалы, бәріміз жақсы көретін банофи пай бәлішіне және хит болып жүрген восточный пирог, яғни шығыс бәлішіне керемет елесетін қамыр. Құрметті менің сүйікті алтындай көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Мен ұсынған рецепттермен дайындап жүрсеңіз, видео пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Әрбір пікір, әрбір лүпіл мен үшін өте маңызды. Ал жаңа көрермен болсаңыз, алда шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қамырымыз дайын болды, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Оны бірден формамызға жайғастыратын боламыз. Қолымызбен барынша біркелкі етіп жайғастыруға тырысамыз. Менің формамның диаметрі үлкен, 28 сантиметр, бірақ биіктігі аласа. Сондықтан сіздің формаңыздың диаметрі 24-26 сантиметр аралығында болса және биіктігі жақсы болса, осы рецепті өзгертпей қолдана беріңіз. Сонда сіздің бәлішіңіздің биіктігі менікімен салыстырғанда биігірек болып шығады. Артық болған қамырды өткір пышақтың көмегімен кесіп алып тастауға болады. Шанышқымен өте жиі етіп тесіп аламыз. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 15-20 минут қызарғанша пісіреміз. Бәлішіміздің қамыры осындай әдемі сап-сары болып пісіп шығады, сәл ғана суытамыз. Салмамыз осындай қою болды, консистенциясын қараңыздар. Қамырымызға біркелкі етіп жайғастырамыз.
Салма ретінде кез келген жидек түрін қолдансаңыз болады. Қазір құлпынайдың маусымы болғандықтан ең алдымен құлпынаймен дайындап көруге кеңес беремін. Бәлішіміздің кремін дайындаймыз. Ол үшін тоңазытқыштан шыққан салқын кілегейіміздің үстіне бір ас қасық толтырып қант ұнтағын қосамыз. Яғни біздің креміміз осы екі ингредиенттен ғана тұрады. Ең аз жылдамдықпен миксерлеуді бастаймыз. Жылдамдықты біртіндеп арттыра отырып, шамамен 3 минуттай миксерлейміз. Кілегейді шамадан тыс миксерлеп жіберсеңіз, ол майға айналып кетеді, сондықтан байқаңыз. Масса қоюлана бастады, енді мұқият болу керек. Креміміз формасын ұстап бастаған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Осындай үлпілдек, жеп-жеңіл, нәзік крем шығады. Соған қарамастан бұл крем өзінің формасын ұстайды. Кремнің тығыздау болғанын қаласаңыз, творожный сыр қоссаңыз болады. Ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапқа насадканы орналастырамын, кремді саламын. Насадка болмаса, кондитерлік қаптың ұшын 1 сантиметрге етіп кесіп, банофи пай бәліші секілді кремді дөңгелек етіп орналастырсаңыз болады. Салма ретінде банан және вареная сгущенка қолдансаңыз, банофи пай бәліші шығады. Бүгін құлпынайлы салма, сондықтан строфи пай. Мен бар болғаны 200 грамм кілегейден крем дайындадым. Кремді көбірек етіп дайындауға кеңес беремін. Өйткені сондай дәмді, нәзік, жеп-жеңіл ауызда ериді. Сондықтан дәл осы рецептпен дайындасаңыз, 300 грамм кілегей қолданыңыз. Ескертетін жайт, кілегейдің майлылығы 33%-дан жоғары болуы керек. Бәлішімізді жидектермен әсемдейміз. Қаласаңыз, бұл кремді меренгамен алмастыруға болады. Яғни меренга дайындап, шамамен 15 минут бәлішімізді толықтай пешке жіберіп, сондай меренгалы бәліш дайындауға болады. Үгітілмелі қамыр, сәл ғана қышқылдығы бар салма, нәзік кілегеймен керемет үйлеседі. Қонақ дастарханға да ұсынуға болады. Тортпен салыстырғанда дайындалуы оңай, қаражат жағынан да үнемдірек. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.